Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге осындай дәмді әрі оңай пирог дайындайтын боламыз. Менімен бірге болып, арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып ұмытпаңыздар. Алдымен бізге осы 4 жұмыртқаны қантымызды қосып, және де сұйық майымызды қосып, барлығын жақсылап ағаранша миксерлеп алатын боламыз. Ендігі мында біз құрақ салмасын дайындап қойдым. Мында менде ұн, какао, қопсқыш барлығын алдын ала електен өткізіп алдым. Осыны аз-аздан қосып, барлығын біріктіріп алатын боламыз. Мына біз осы салмамыз дайын болды. Мына осында сұйықтықта болу қажет. Жақында көрсететін боламын. Мына осында сұйықтықта дайын болу керек. Ендігі біз начинкасын дайындайтын боламыз. Мында менде творог және үстіне қантымыз салып, бір жұмыртқамыз салып, барлығын жақсылап блендермен езіп алатын боламыз. Блендер болмаса миксермен де араластырып алсаңыздар болады. Және де жүгері крахмалын қосып, барлығын біріктіріп аламыз. Мына біздің начинкамыз дайын болды. Осының барлығын енді мен осындай арнайы қалташаға салып алатын боламын. Ендігі мен осы 22 формада пісіретін боламын. Ендігі үстіне осы салмамызды екі бөліп салатын боламыз. Бірінші бір бөлігін салып, мына бір бөлігін салып алдым. Тегістеп, ендігі үстіне осы творогымызды барлығын осылай салып шығатын боламыз. Айналдыра. Мына осылай салып шықтым. Ендігі екінші бөлігін осылай үстіне құйып шығатын боламын. Осы пирогымызды 180 градуста 40-45 минут пісіріп алатын боламыз. Ендігі біз пирогымыз піскенше үстіне глазур дайындайтын боламыз. Мында мен 3 қасық, ас қасық қаймақ салдым. Және де 3 ас қасық қантымызды салып, және үстіне какаомызды салып, барлығын жақсылап араластырып, отта ертіп алатын боламыз, біріктіріп. Мына біздің пирогымыз пісіп шықты. Формадан шешіп, суытып шешіп алатын боламыз. Ендігі банағы дайындаған глазурымыз мына бізде осылай дайын болып шықты. Барлығы бірігіп, еріді. Енді осыны осылай пирогтың үстіне құйып шығатын боламыз. Өзіңіз әдемілеп әрлесеңіздер болады. Мен осылай әдемілеп құйып шықтым. Осы рецепттің толық нұсқасы мен осы видеоның астына описаниеда қалдыратын боламын. Сол жерден көре аласыздар. Мына осындай әдемі пирогымыз дайын болды. Өте оңай және өте дәмді пирог. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге отбасыңызға ұнайды деген ойдамын. Арнама тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Баршаңызға да көп-көп рахмет. Сіздермен болған Рима. Баршаңызға ас болсын.